Армысыздар, құрметті менің тыңдармандарым. Бүгінгі сіздердің тыңдайтындарыңыз Ібілістің әке-шешесі Әбілет пен Табілеттің дамыққа түсуі жайлы қисса. Ібіліс жұмақтың 7-ші қатына көтеріліп, Тәңірдің құрметтісі Әзәзіл деген атаққа ие болса да, көңілінде иненің ұшындай кек бар еді. Ол ашынаға қоспай қойған үшін әке-шешесінен өш алу. Кектің тарыдай бөлшегі әлі де көкірегінде бықсып жатты. Құлшылық етіп отырып, бір сәт көктен төменге қарап, жындардың өмірін тамашалайтын. Сол сәтте өзегін кектің ұшқыны өртеп, жатса тұрса қарымта қайтаруды ойлап, тыпыршып кететін. Бұл кезде Әбілет пен Табілет жер бетінің ойран ботқасын шығарып жатыр еді. Олардан ешбір аң қашып құтылмайтын. Суға сүңгісе де, аспанға ұшса да, жердің астына тығылса да, мойнынан сүйреп, құйрығынан тартып, суырып алатын. Алып аңдарды орға жығып қинап өлтіргеннен рахат алатын. Тірідей терісін сыпырып, қарнын жарып, қанын ағызып, қинап жейтін. Байғұс жануарлар қатты қиналса да, еш дәрмен көрсете алмай, көздері бозарып, ажалдың тезірек келуін тілеп жататын. Судағы балықтарды қылтығымен қосып қылғыта салатын. Құстардың тірідей жүнін жұлып азаптайтын. Інге тығылған аңның ұясына от бүркетін. Отқа оранған мақұлықтар шыңғырып тысқа қашатын. Сол кезде оларды оп-оңай соғып алатын. Онымен қоймай, қалың орманды бір сәтте өртеп жіберетін. Өрттен соң ну ормандар комедиен шөлге айналатын. Жер ана да екі мақұлықтың ылаңынан құтқаруды сұрап, Құдайға зар илеуші еді. Тәңірі оларға бірнеше рет ескерту айтып, періштелерді елші етіп жіберді. Бірақ олар құлақ аспады, елшіні қорлап, мазақтап шығарып салды. Бір күні Әзәзіл Алланың дәргейіне келіп дат айтты. Уә Тәңірім, менің туыстарым жер бетінің ылаңын шығарды. Рұқсат етсең, мен оларды жоқ етіп, көңілімді тоқ етіп, жерді залымдардан тазалайын, деді. Құдай тағала рұқсат етті. Ібіліске бір шарт қойды. Әбілет пен Табілеттің терісінен қан шығармай әкелуді тапсырды. Ібіліс, мақұл, бірақ оларды қамайтын зынданның қандай боларын мен белгілейін. Ол істің еркін маған бер, деді. Тәңір тағала қабыл етіп, Ібіліске еріп берді. Сол сәттен бастап, Ібіліс 7 тұзақтың ішін адам төзбес ауыр азаппен толтырды. Кез келген тіршілік иесін асқан айуандықпен қинап, қорлайтын әдіспен амалдар ойлап тапты. Бірақ түптің түбінде өз қолымен жасаған осы қорлық пен зорлыққа өзі барып тұтыларын сезбеді. Есіл дерті кегін тезірек қайтарып, өш алумен айызын қандыру болды. Біреуге ор қазба өзің түсесің деген тәлім осы кезде пайда болыпты. Әзәзіл періштелерден қалың әскер түзеп, жорық қаттанды. Жерге түсемін дегенше, кеудесіндегі ескі кектің шоғыл апылдап, отқа айналды. Ол әке-шешесімен 7 күн бойы айқасып, әрең дегенде оларды торға түсірді. Кеудесіндегі кек Құдайға берген уәдесін ұмыттырып, Әбілет пен Табілетті балталап
қинай бастады. Екі құбыжықтың сорғалаған қаны жерге тамып сіңе берді. Сонан соң ғана екеуін тозаққа сүйреп әкетті. Жаһандамда шет шегі жоқ үлкен ыстық дария бар еді. Ып-ыстық суы бұрып сарқ етіп қайнап жататын. Тозақтың оты дарияны суытпай қыздырып тұрды. Әбілет пен Тәбілетті сол дарияның үстіне басымен салбыратып іліп қойды. Ыстық дарияда алып айдаһарлар жүзіп жүретін. Олар екеуін алма кезек тістеп қинады. Бір кезде беймәлім құстар келіп, олардың табандарын шұқи бастады. Әбілет пен Тәбілет тас-талқан болып жеңілген соң, оның ұрпағы жердің бұрыш-бұрышына тығылды. Жын мен тұю күлдің арасына көмілді. Албасты мен үббе суға сүңгіді. Құлан мен түлен бұталардың арасына жасырынды. Ашына кіл қоқысты паналады. Әбілет пен Тәбілеттің жерге аққан қанынан жыртқыш аңдар пайда бола бастады. Әбілеттің қанынан арыстан, жолбарыс, сілеусін, барыс сияқты мысық тұқымдас аңдар өсіп шықты. Тәбілеттің қанынан қасқыр, қорқау, аю, шибөрі, түлкі сияқты ит тұқымдас аңдар тарады. Олар қанға сіңген әдетімен аңның етін жейтін болды. Екі құбыжықтың түкірігінен жер астын мекендейтін құрт, шаян, қара құрттар өліп шықты. Тәбілеттің қанының бір тамшысы суға тамып еді, одан жыртқыш балықтар легі пайда болды. Әбілеттің қанатынан қан тамып еді, одан жыртқыш құстар ұшып шықты. Қаны шашыраған жерден тікенек шөптер өсті. Каналға тіркеліп, лайк басуларыңызды естеріңізге саламын.